Minecraft әлемінің бір бұрышында темір жұдырық есімді қаһарман өмір сүрді. Ол жекпе-жек шебері болатын және өзінің жауынгерлік шеберлігін пайдаланып зұлымдықпен күресетін. Оның басты жауы болат жылан, қауіпті және қулықшыл дұшпан еді. Болат жылан темір жұдырықтың өмірін қиындатып, Minecraft әлемін өз билігіне алуды көздеді. Күндердің бір күнінде темір жұдырық тыныштық іздеп бір ауылға келді. Ауылда өмір бейбіт болатын, бірақ ауыл тұрғындары зұлым болат жылан туралы айтып, қауіптің бар екенін білдірді. Темір жұдырық ауыл тұрғындарына көмек көрсетуді ұйғарып, болат жыланды тоқтатуға бел буды. Ауылдан шығып, темір жұдырық қалың орманға бет алды. Орман ішінде көптеген кедергілер мен қауіпті жаратылыстар болды, бірақ темір жұдырық барлық кедергілерді жеңіп, өз жолында табандылықпен жүрді. Ол үлкен тау шыңына жетіп, таудың үстінен болат жыланның зұлымдық планын көрді. Темір жұдырық тауды өрлеп, болат жыланның жасырын қамалына жақындады. Қамал Minecraft әлемінің ең биік жерінде орналасқан еді. Темір жұдырық қамалға кіріп, зұлымдықтың ортасында тұрғанын сезінді. Болат жылан оны күтпеген жерден шабуылдады, бірақ темір жұдырық өзінің шеберлігі мен күшін пайдаланып, болат жыланға қарсы тұрды. Темір жұдырық пен болат жыланның арасында сұрапыл жекпе-жек басталды. Екеуі де өз күштері мен шеберліктерін қолдана отырып, бір-біріне соққы жасады. Бұл жекпе-жек ұзаққа созылып, Minecraft әлемінің түрлі түсті блоктарында өтті. Ақырында, темір жұдырық өзінің соңғы күшін жинап, болат жыланға ауыр соққы берді. Болат жылан жеңіліп, зұлымдықтың құдіреті бұзылды. Ауыл тұрғындары темір жұдырықты жеңісімен құттықтап, оның ерлігін мақтады. Темір жұдырық ауыл тұрғындарымен бірге мерекелеп, бейбіт өмірді қалпына келтірді. Ол өзінің миссиясын орындап, Minecraft әлеміне әділдік пен тыныштық әкелді.